Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді оливье салатын дайындаймын. Бұл салатты жақсы көрмейтін адам жоқ шығар деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Піскен картошканы 4 бұрышты қылдырып тураймыз. Мөлшерін өз қалауларыңыз бойынша алсаңыздар болады. Мен 4 картошка алдым. Үлкендеу картошка алдым. Содан кейін піскен сәбізді тураймыз 4 бұрышты қылдырып. 3 сәбіз алдым мен. Жұмыртқаны пісіріп алдым. Енді жұмыртқаны да 4 бұрышты қылдырып тураймыз. 3 жұмыртқа қосамын. Және колбаса қосамыз. Мен мусульманский халал колбасасын алдым. Негізі ет пісіріп те қосып жатады. Енді бұл жерде өз қалауыңыз бойынша. Мен колбаса қосамын. Осындай мусульманский. Копченый қосамын. Енді қияр қосамыз. Маринатталған қияр. Тұздалған. Мен қияр көбірек қосқанды жақсы көремін оливье салатына. Сол кезде дәмді болатын сияқты ерекше. Жаңа салатқа қосамын, және горох қосамын. Салаттың барлық заттары дайын. Енді майонез саламын. Мен тұз салмаймын, себебі қияр көбірек қосқандықтан ол қиярдың тұзы болады. Сондықтан тек майонез салып жақсылап араластырамын. Салат дайын, ас болсын.